Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Астана қаласы коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында баспасөз брифингін бастаймыз. Бүгінгі брифинг Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі экспорт және импорт тақырыбы бойынша болмақ. Добрый день, уважаемые зрители. Мы начинаем брифинг службы коммуникации города Астаны. Тема сегодняшнего брифинга – экспорт и импорт в рамках Евразийского экономического союза. Хош келдіңіз. Құрметті брифингке қатысушылар, әріптестер, сұрақтарыңыз болса, коммуникация қызметінің әлеуметтік желідегі Instagram, Facebook парақшаларына жолдасаңыздар болады. Дархан Ғарифоллаұлы, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Құрметті брифингке қатысушылар, әріптестер, сұрақтарыңыз болса, коммуникация қызметінің әлеуметтік желідегі Instagram, Facebook желілеріне жолдасаңыздар болады. Бүгінгі алаңымыздың спикері Молдажан Дархан Ғарифоллаұлы, Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы қосылған құн салығы басқармасының басшысы. Құрметті Дархан Ғарифоллаұлы, сөз кезегі өзіңізге беріледі. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті пресс-конференция қатысушылар, және де салық төлеушілер. Қазіргі уақытта Евразия экономикалық одағы шеңберінде экспорттық импорттық операциялар бойынша мәселелер өте өзекті болып табылады. Анықтама үшін 2023 жылы мемлекеттік бюджетке 204,1 миллиард теңге импорттық операция нәтижесі бойынша республикалық бюджетке түсті. Ол алдыңғы жылмен салыстырғанда 126%-ға жоғары. Яғни 2022 жылы мемлекеттік бюджетке 164 миллиард теңге көлемінде қосымша құн салығы бойынша қаражаттар түсті. Жалпы бүгін біз үш тақырыпты талқылаймыз. Ол бірінші тақырып бізде жалпы импорттық операциялар кезінде қандай салықтық есептік нысан түрлері тапсырылады және қандай мерзімде тапсырылады. Одан кейін электрондық шот фактураларды экспорттық операция кезінде қалай расталады, және де үшіншісі қадағалау паспорты бойынша. Бірінші сұрақ бойынша Қазақстан Республикасының салық кодексінің 50-ші енгізілген бастамасы бар, яғни 50-ші глава, да? Қазақ тілінде. Здесь можно остановить, да? Или прямой эфир идет? Бойынша кешірім сұраймын. 50-ші тарау бойынша Қазақстан Республикасы салық кодексінде бекітілген, егер де салық төлеушілер импорт жасаған болса, келесі айдың 20-шы күніне дейін 328-ші салықтық есептік нысанын тапсыру қажет. Және де бізде экспорттық операция кезінде нөлдік ставкасы қолданылады. Және де үшінші мәселе, ол экспорт кезінде электрондық шот фактураларды қағаз түрінде растау. Бірінші тақырып бойынша тоқталғым келеді. Біріншісі ол экспорттық операция кезінде шот фактураларды қағаз түрінде растау. Қазақстан Республикасы, сіздер білетіндей, 2015 жылдан бастап дүниежүзілік сауда ұйымына кіргендіктен, одан кейін бізде Евразиялық одақ шеңбері аясында мемлекеттер ұйымы құрылды. Яғни Евразиялық одақ шеңберінде біз үшінші мемлекеттерден келген тауарлар бойынша, яғни төмендетілген баж салығын қолданылған тауарларды ары қарай Евразия одағы шеңберінде мемлекеттерге жібермеу бойынша өзімізге міндеттеме алғаннан кейін біз оны қазіргі уақытта қадағалаймыз. Сол себепті, егер де салық төлеушілер үшінші мемлекеттерден импорттаған тауарларды, яғни бірыңғай баж салығымен импорттайтын болса, онда олар оны ары қарай Евразия экономикалық одағы мемлекеттерге жібере алады. Сол себепті осы жерде төмендетілген баж салығын қолданылған тауарларды жібермеу мақсатында мемлекеттік кірістер органдары қағаз түрінде электрондық шот фактураларды растайды. Яғни олар декларацияларға тексеріс жасайды, немесе өндіруші ұйымнан сатып алатын болса, онда атамекенмен бекітілген, яғни
ст kz немесе бір ст лицензияларын тексеру қажет. Қазіргі уақытта осы Еуразиялық экономикалық одағы шеңберінде тауар айналымын оңтайлату үшін қазіргі уақытта электронды форматқа электрондық шот фактуралды растау жұмысы жүргізіліп жатыр. Яғни қазіргі тесттік режимде біз Еуразия экономикалық одағы шеңберінің мемлекеттермен тесттік режимде өзара жұмыс байланысын жасап жатыр. Ол Ресей мемлекеті, Қырғызстан мемлекетімен. Қазіргі уақытта егер де осы тесттік режимде жұмыс өз нәтижесін, оң нәтижесін көрсететін болса, болашақта осы жақын уақытта біз барлығын электрондық шот фактураларды растауды электрондық форматқа ауыстырамыз. Яғни қазіргі уақыттағыдай салық төлеушілерге мемлекеттік кірістер органдарына яғни келіп құжаттарды тапсыру қажет емес болады. Яғни ол салық төлеуші электрондық шот фактураны жазған кезде ол автоматты түрде біздің жүйеге түседі де, жүйе оны өзі ақпаратты өңдеп біздің одақтас мемлекеттерге ақпарат электронды түрде кетеді. Яғни шекараға келген кезде салық төлеушіге тек қадағалау паспортын ұсыну қажет болады. Яғни бұл мемлекет аралық сауда айналымын жақсарту үшін мемлекет тарапынан, яғни тікелей мемлекеттік кірістер комитетінің тарапынан жасалып жатырған жұмыс болып табылады. Және де одан бөлек қазіргі уақытта бізде электрондық шот фактуралар экспортқа жөнелтілген кезде қадағалау паспорты деген яғни құжат пайда болады. Ол қадағалау паспорты бізде автомат түрде шығарылады. Ол жерде 4 дәліз коридор дейді, 4 дәліз бар. Ол бірінші жасыл дәліз, көк дәліз, сары дәліз және қызыл дәліз болып. Бұл жерде тоқталатын кетелік айтатынымыз ол біріншісі, егерде жасыл дәліз ол егерде құжаттардың барлығы дұрыс, декларациядағы бірінші импортталған, үшінші мемлекеттерде импортталған декларацияда тауарлардың саны, атауы өзгермейтін болса, кейін ол тауар Еуразия одағы шеңберінде мемлекеттерге жіберілетін болса, ол документтердің, яғни құжаттар дұрыс рәсімделген болса, ол жасыл дәлізбен, яғни жасыл коридормен кетеді. Ал сары мен көк коридор, ол да бізде импортталған тауарлардың құжаттары расталатын болса, немесе өндіруші өнеркәсіптен алатын болса, осы дәліздер арқылы автоматты түрде қадағалау паспорты жөнелтіледі. Ал қызыл дәліз бойынша ол жерде егерде тауарлардың атауы өзгеріп немесе сан сипаты немесе көлемі өзгеретін болса, онда олар қызыл дәлізге автоматты түрде түседі. Қызыл дәліз бойынша бізде мемлекеттік кірістер басқармалары, яғни Қазақстан территориясында орналасқан, солар тексеру жүргізеді. Тексеру жүргізгенде ол көп уақыт алмайды. Ол жерде, яғни бастапқы декларациялар тексеріледі, бастапқы лицензиялар барлығы дұрыс болған жағдайда ол қадағалау паспорты жөнелтіледі. Одан бөлек айта кетерлік жағдай, бізде жаңа алдында айттық, бізде экспорттық операция жасалған кезде нөлдік ставка қолданылады. Яғни барлық одақ мемлекеттеріне экспорт жіберген кезде біз қосымша құн салығын есептемейміз. Жалпы егер сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Дархан Ғарифоллаұлы, баяндамаңызға рахмет. Өте құнды ақпараттармен бөлістіңіз. Енді сұрақ-жауаптарға кезек берейік. Бірінші сұрақ. Евразиялық экономикалық одақ шеңберінде тауарларды уақытша әкелу импорт болып табылады ма? Жоқ, уақытша әкелу операциясы ол бізде импорт болып саналмайды. Ал егер жоқ болса, қандай салықтық есептік нысанын мемлекеттік кірістер органына тапсыру керек? Уақытша әкелу операциясы импорт болып саналмайтындықтан мемлекеттік кірістер органына салық төлеушілер 0.16 салықтық есептік нысанын тапсыру керек. Қазіргі уақытта бізде салық кодексіне өзгертулер енгізілді.
жаңа өзгертулер бойынша уақытша әкелу операциясының уақыты 2 жылдан аспау керек. Егер 2 жылдан асатын болса, салық төлеуші оның өзінің бухгалтерлік балансына жаңағы тауарды алып, оның сол тауар бойынша 12% көлемінде қосымша құн салығын төлеу қажет. Рахмет. Келесі сұрақ: экспорт кезінде нөлдік есепті қандай мерзімде растау керек? Жалпы экспорттық операция нөлдік ставкамен жөнелтілетін болғандықтан, ол бойынша, яғни сатып алушы, өнімді импортер дейді ғой, өнімді алушы салық төлеуші одақ мемлекеттерінде орналасқан 180 календарлық күннің ішінде, күнтізбелік күннің ішінде жаңағы экспорттық операцияны растауы қажет, және өз мемлекетінің бекітілген ставкасы бойынша қосымша құн салығын төлеу қажет. Рахмет. Келесі сұрақ: электронды счет фактураларды куәландырылмағаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған ба? Иә, бұл бойынша әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 280-1 тармақшасының 5-ші тармақшасы бойынша әкімшілік жауапкершілікке салық төлеуші тартылады. Бізге әлеуметтік желіден сұрақтар келіп түсіп жатыр. Мадия Туребаева: здравствуйте. Есть ли статистические данные по экспорту и импорту в рамках Евразийского экономического союза за 2023 год и начало 2024 года? Есть ли какие-то ограничения в настоящее время по импорту и экспорту? Спасибо за вопрос. Добрый день. Здесь бы хотелось бы отметить, что регулирование каких-то запретов и санкций в отношении каких-то товаров и экспортных, импортных операций не входит в компетенции органов госдоходов. Мы осуществляем контроль в части полноты и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей. По данному вопросу вам нужно обратиться в уполномоченные органы. По статистике, так как, согласно налоговому кодексу, какие-то данные в отношении определенных юридических, физических лиц являются налоговой тайной, мы данные сведения не представляем. Но общую статистику вы можете увидеть на официальном сайте Комитета государственных доходов. Поступление, темп роста поступления и так далее. Рахмет. Бізге келіп түскен сұрақтар легі осы. Әзірге, егер де қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің әлеуметтік желідегі парақшаларына жолдаса болады, иә? Иә, әрине, біздің ресми парақшаларымызға жолдасаңыз болады, және де 1414 телефон нөмірі бойынша, немесе Инстаграм желісінде біздің ресми парақшамыз бар. Ол жерде біздің пресс қызмет сіздерге уақытылы сұрақтарыңызға жауап бере алады. Егер де нақты сұрақтар болатын болса, онда ол мәселе сол интернет, Инстаграм желісі арқылы қарастырылған. Жауап береміз. Рахмет. Бізге келіп түскен сұрақтар легі осындай. Сұрақтарға жауап бергендеріңіз үшін алғыс айта отырып, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Бүгінгі брифингті аяқтаймыз. Амандықта жүздескенше.